Абай атындағы орта мектебі, мектепалды даярлық сынып тәрбиеленушісі Зейнолдина Бегімай, жоба жетекшісі Нәбиева Алтынгүл Мырзагалиевна. Зерттеу жұмысының тақырыбы ғылымдағы ғажайып қоспалар, кола және сабын. Зерттеу жұмысының мақсаты бір ғана сабыннан бірнеше сабын жасап көру. Бұл арқылы балалар заттарды тастамай қайта қолдануға болатынын біледі. Менің атым Бегімай, мен Талғат қызымын. Менің жұмысым бір сабындан 5 сабын жасау. Қажетті заттар сабын, кола, сүт, Үккіш. Әне ыдыс қажет, е? Біз осы жұмысты жасау барысында қауіпсіздік ережесіне назар аударуымыз қажет. Мынау бізде темір зат және де өткір болғандықтан бұл қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет. Қолыңды кесіп кетуі мүмкін. Сондықтан абайлап жұмыс жасауға шақырамын. Енді мен саған көмектесіп жіберейін. Не істейсің? Сабынды өткіштен өткіземіз. Ыдысқа дайын болған сабынды ыдысқа саламыз. оған керек кола. оны ыстық пешке қоямыз. осылай ыстық пешке қайнатамыз. Осы дайын болған ерітіндіні енді Бегімай ыдыстарға құямыз, е? Былай. Ыстық болғандықтан көзін көріп жіберейін. Осы дайын болған енді тоңазытқышқа саламыз. Қатырамыз, е, тоңазытқышта. Міне достар, менің сабындарым дайын болды. Назарыңызға рахмет. Мен бұл тәжірибе арқылы үнемдеуді, тазалықты және шығармашылықпен жұмыс істеуді үйрендім. Сабынды өзім жасаған соң, оны достарыма сыйлық ретінде беруге де болады. Маған тәжірибе жасау өте ұнады және де қызықты болды. Назарларыңызға рахмет.